құлағымда. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сағынбай Кәусар. Мен 22-ші орта мектептің оқушысымын. Менің бүгінгі қорғауға ұсынатын жобамның тақырыбы қалақайдан экологиялық таза қаптамаларды өндіру. Зерттеу жұмысының мақсаты қалақайдан тұрмыста қолданылатын экологиялық қауіпсіз қаптама дайындау. Өзектілігі қазіргі уақытта әлем бойынша экология мәселесі өте өзекті, кезек күттірмейтін мәселе болғандықтан, көптеген елдер пластиктен бас тартып, экологиялық таза қаптамаларға көшуде. Мысалы, пластик қаптамалардың орнына қағаз қаптамаларды қолданып жатыр. Практикалық құндылығы: қалақайдан қалта жасап үйрену арқылы мен қоршаған ортаға зиянын тигізбейтін өнім шығарып, өзімнің және жақындарымның денсаулығын сақтап қалуға өз үлесімді қосамын. Қолданылу аясы матадан не тігіледі? Тұрмыстық заттар, сөмкелер, арқандар және тағы да басқа, көйлектер, блузкалар, шалбар, юбкалар, курткалар және де сүлгілер, төсек жабдықтары. Мен қалақай өнімін дайындау үшін бірінші қалақайды әкеліп, оны жақсылап тұрып кептірдім. Одан кейін оның ұсақ бұталарын, кеуіп қалған жапырақтарын алып тастаймыз. Екінші, қалақай кепкеннен кейін оны жақсылап тұрып ұнтақтау қажет. Мен ұнтақтау үшін киянка балғасы қолдандым. Олардың жіптің сапасы қалақайдың қаншалықты жақсы ұсақталғаны байланысты болады. Ұнтақталған бұтақты қалақайдың ағаш бөлшектерін алып тастау үшін мен ағаш пышақ немесе орақ секілді арнайы құралды тазалайды. Менің қолымда ондай құрал болмағандықтан, мен барлығын қолыммен тазаладым. Ол үшін қолғап киген жөн болады. Жіптің ерітіндіде ыдырау мерзімін анықтау үшін мен тәжірибе жүргіздім. Бірінші, шыны ыдысқа су қойдым, сол ыдысқа қалақай қаптамасын салдым, қаптаманың өзгеруін бақыладым. Бір ай өткен соң қаптама жартылай ыдырады, ал 2,5 айдан соң толық ыдырап кетті. Мен әлеуметтік сауалнама жүргіздім. Сауалнаманы қорытындылай келе, көптеген адамдар қалақайдың не екенін білмейтіндігін және қалақайдан жасалған қаптаманы қуана қолданатынына көз жеткіздім. Мен үй жағдайында қалақайдан қаптаманың кішкентай бір бөлігін жасап көрдім. Оның тез ыдырайтынына көз жеткізген соң, планетамыздың ластану проблемасына байланысты экологиялық мәселелерді шешуге септігін тигізетінін болғандықтан, пластик қаптамадан бас тартып, оны экологиялық таза өнімдермен алмастыру қажеттігін түсіндім. Менің жұмысымның бір бөлшегін көрсеткім келіп тұр. Мынау тазартылмаған талшық. Ол талшықты тазарту үшін арнайы тарақ қолдандым. Тазартылған талшық, осы тазартылған талшықты ұшы арқылы иірім жіп жасап, жіп тоқыдым. Жіптен осындай қорапша жасадым.